Қалай мен 4 айға Европаға тегін уже келесі жылы шетелде оқығым келсе, видеоны Қытайда оқыдым, 3+. шетелде оқуға IELTS 7 жеткілікті. Америка Қазақстаннан кетіп оқып болмай қазір. Сондықтан Анам көрсе айтат мынауың не, түрің не, өзіңнің жауың өзіңде. Қызым, біз сенің шетелге оқуға түскің келетініңді білеміз. Сондықтан да сені әрқашан қолдаймыз. Егер де шетелге оқуға түскің келсе, біз саған көмектесеміз. Алма қалала сондықтан жуып же, жағдай керемет, жаман ойды қуып жібер. Уақытым зымырап. Отан үшін ел үшін өліспей беріспейміз. Ел де біздікі. Қазақстанда бірінші орында қазақ тұру керек. Дұрыс, бірақ өзің ойла. Қошқар промыслы алдыңғы қатарғы промыслдың бірі. Промыслда ел. Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Аркаша Яшан. Мен Үржар ауданы Үржар ауылы Абылайхан мектебінің 11-ші Б сынып оқушысымын. Сонымен қатар парламент президентімін. Мен сіздерге менің елім, менің жауапкершілігім атты жобаны таныстырғым келеді. Жұмыстың мақсаты жастардың азаматтық санасын қалыптастыру, патриоттық құндылықтарды нығайту және ел дамуына белсенді қатысудың маңызын көрсету. Азаматтық жауапкершілікті сөзбен емес, нақты іс-әрекетпен дәлелдеу. Жаһандану кезеңінде кей жастардың ел болашағына немқұрайлы қарауы, шетелге ұмтылуы және әлеуметтік белсенділігінің төмендеуі байқалады. Сондықтан азаматтық жауапкершілікті арттыру уақыт талабы. Ел болашағы сыналы, белсенді жастарға байланысты. Жүзеге асыру әдістері: әлеуметтік бейнеролик түсіру, волонтерлік және қайырымдылық акциялар ұйымдастыру, пікір-таластарға қатысу, ақпараттық жұмыстар жүргізу, сауалнама өткізу. Жоба практикалық бағытта жүзеге асырылды. Ғылыми және практикалық құндылығым. Ғылыми: азаматтық жауапкершіліктің жастар санасындағы орнын анықтау. Практикалық: жастар белсенділігі артты, волонтерлікке қызығушылық көбейді, мектепте азаматтық бастамалар саны өсті. Қорытынды: азаматтық тек құқық емес, жауапкершілік. Жастарға сенім артылса, олар қоғамға үлес қоса алады. Өзгеріс әр адамнан басталады. Жоба жастардың азаматтық позициясын нығайтуға бағытталған маңызды бастама болып табылады. Қорытындылай келе, мен Қазақстанның азаматымын атты номинациясын таңдап, оған өзімнің шығармашылық жобамды әзірледім. Жобаның басты мақсаты оқушылардың азаматтық сана сезімін қалыптастыру, Қазақстан Республикасының Конституциясы мен мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге тәрбиелеу және ел дамуына үлес қосатын жауапты тұлға қалыптастыру болды. Тақырыптың өзектілігі қазіргі уақытта жастардың патриоттық рухын нығайту, құқықтық мәдениетін арттыру және қоғам алдындағы жауапкершілігін сезіндіру қажеттілігімен байланысты. Мен өз жобамды жүзеге асыру барысында Абылайхан атындағы мектеп қабырғасында түрлі іс-шараларға белсенді қатысып, пікір-таластар ұйымдастырдым. Патриоттық бағыттағы жұмыстарға атсалыстым, шығармашылық жобалар мен қоғамдық бастамаларға үлес қостым. Осы жұмыстар арқылы мен өзімді отанын сүйетін, ел болашағына бей-жай қарамайтын және Қазақстанның дамуына нақты іс-әрекет жасайтын, үлес қосатын азамат ретінде қалыптастырғым келді. Қазіргі кезде кейбір қазақ жастары шетелге хайп немесе бедел үшін кетуге ұмтылады. Әлеуметтік желідегі әдемі өмірге еліктеп, шетелде оқу ғана табысқа жеткізеді деп ойлайды. Бірақ бұл әр азаматтың жауапкершілігін ұмыттыру мүмкін. Менің елім, менің жауапкершілігім дегеніміз өз білімімізді, қабілетімізді Қазақстанның дамуына жұмсау. Біздің елімізде де мықты оқу орындары бар. Мысалы, Семей медициналық университет еліміздегі ең беделді университеттердің бірі. Біз сол жерде оқитын шетелдік студентпен сұхбаттасқан болатынбыз. Ол Қазақстанға арнайы оқу және білім алу үшін келгенін айтты. Why did you decide to study in Kazakhstan? Мен өз елімнен арнайы Қазақстанға келіп, Семей медицина университетін таңдадым. Себебі бұл оқу орнында білім сапасы жоғары, тәжірибелік дайындық мықты. Осында оқып, кәсіби маман болып қалыптасатыныма сенімдімін. Ел шекарадан басталмайды, шекара адамнан басталады. Ал адам жауапкершіліктен басталады. Сұрақ қайда сүруде емес, сұрақ жауапкершілік алуда. Бірақ та біз қайда өмір сүрсек те, біз қазақ азаматы болып табыламыз.